жыл сайын жабатын осы қыстық салаттың рецептісімен бөлісемін. Сіздер де жасаңыздар, видео ұнаса лайк басып сақтап алыңыздар. Алдымен бір кесе сұйық майымызға пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз 5 минуттай. Одан кейін сәбізімізді теркадан өткізіп, оны да 5 минуттай қуырып аламыз. Оның үстіне болгарскийімізді осылай 4 бұрышты етіп турап, тағы да кішкене қуырып алып, мясорубкадан өтілген помидорымызды қосып жібереміз де 1 сағаттай қайнатамыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. 1 сағаттан соң чесногымызды туралап салып, укропты салып, тағы да 20 минуттай қайнатамыз. Дәміне қарай қара бұршақ бұрышын қосып жіберіп, дайын болған уақытта 9% уксусымызды 2-3 ас қасық қосып жібереміз де стерилденген банкамызға жауып аламыз. Банкаларыңыз міндетті түрде тазалап жуып, жақсылап стерилдеп алыңыздар. Одан кейін осы кезде айтатын шығарсыздар, ой,